Бірде пайғамбарымызға мүшриктер келіп, адамның шірк кеткен сүйегін әкеліп, мынаны кім тірілтеді дейді. Мына шірк кеткен сүйекті қалай тірілтеді? Ол мүмкін емес нәрсе деп пайғамбарымыз айтқан кезде Алла тағала былай дейді. Осындай бір аят түсіреді. Құл юхийхаллази аншаха ауала марра. Яғни мына сүйектерді кім тірілтеді деп мүшриктер келген кезде Алла тағала айтады. Әу баста сіздерді жоқтан бар етіп, әу баста кім жаратқан болса, сол тірілтеді дейді. Яғни сізді жоқтан бар еткен Алла, сіздің екінші мәрте шіріп кеткен сүйегіңіз бар ғой, одан қайтадан бар қылуы шексіз құдірет иесі болған Аллаға түкте емес. Өйткені Алла тағала дәннің өзін топырақтың астында шірітіп жібермейді. Дәннің өзі топырақтың астында шірімей, жер бетіне ағаш болып, гүл болып, жайқалып өсіп шыққаны секілді, жаратылыстың ұлығы болған адамды топырақтың астында шірітіп жіберу мүмкін емес. Дәнді шірітпеген Алла, ұлы жаратылыс болған адамды шірітіп жібермейді. Ол да ақыретте тіріліп Алланың алдында есеп береді.